Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін иммунитет, гуморальдық және жасушалық иммунитет тақырыбымен танысатын боламыз. Бұл сабақта сендер лейкоциттердің түрлі типтерінің қызметтерін сипаттай аласыңдар және гуморальдық және жасушалық иммунитетті салыстыра аласыңдар. Ең бірінші біз иммунитет дегеніміз не? Осыған тоқтала кетейік. Иммунитет бұл ағзаның жұқпаларға және кез келген бөтен бөлшектерге қарсы тұру қасиеті. Иммунитет туралы ілімді орыс ғалымдары Мечников пен неміс ғалымы Ерлих зерттеген болатын. Олар осы үшін 1908 жылы Нобель сыйлығын алған-тын. Ағзаны жұқпалардан қорғауды қанның ақ жасушасы, олар бізде лейкоциттер болады, солар қамтамасыз етеді. Олар лейкоциттер біздің ағзамызды екі әдіспен қорғайды. Олардың біріншісі микробтарды жоятын фагоцитоз процесі, және екіншісі микробтарды жоятын немесе арнайы қорғаныш нәруыздар антиденелерді жасайды. Енді жасушалық және гуморальдық иммунитетке тоқтала кетейік. Микробтарды жою әдістері негізінде иммунитетті біз жасушалық және гуморальдық иммунитет деп бөлеміз. Бірақ бұл оншалықты дұрыс емес. Ауру тудыратын микробтарға әсер ету механизмі жасушалық және гуморальдық иммунитетті кезінде белгілі бір сәтте айырмашылық жасайды. Иммунитеттің екі түрі бір-бірімен өзара байланысты болады. Яғни олардың әрекетінің нәтижесі ауру қоздырғыштарын жою болып табылады. Енді бізде келесі екі термин берілген, ол фагоцитоз бен антидене. Яғни осының анықтамасын айтайық. Фагоцитоз дегеніміз не? Яғни ол қатты бөлшектерді жасушалардың ұстап қалуы, немесе амеба мен лейкоциттердің көптеген түрлері фагоцитозға қабілетті. Яғни оларды біз фагоциттер деп атаймыз. Екіншісі ол бізде антиденелер. Яғни антидене дегеніміз лимфоциттердің кейбір түрлерін бөгде заттардың антигендермен енуіне жауап ретінде бөліп шығаратын ерекше нәруыздар болып табылады. Енді мына жердегі кестеге қарасаңыздар, бұл жерде біз осы лейкоцит қанның ақ жасушасы екенін білеміз, және олардың 5 түрлі типін біз білеміз. Бұлардың әрқайсының өзінің ерекшеліктері болады, құрылысында. Олар әртүрлі түске боялады және иммундық жүйенің әртүрлі мүшелерінде жетіледі. Енді осы кестеге қарасақ, бізде нейтрофильдер, лимфоциттер, моноциттер, эозинофилдер және базофилдер деген 5 түрі болады. Олардың жаңағы пайыздық көрсеткіштері мына жерде көрсетіп тұр, әрқайсында әртүрлі болады. Және де олардың құрылыс ерекшеліктері де әртүрлі. Енді бұны айтпай қояйын, барлығы көрініп тұр деген ойдамын сіздерге. Бұлардың барлығы, яғни тестта, ұбт-да міндетті түрде кездеседі. Жазып алыңыздар бұл кестені. Енді осы келесі лимфоциттердің түрлі типтері әртүрлі мүшелерде түзіледі. Олардың барлық жасушалары сүйек кемігінде пайда болады. Солардың екі типі бар бізде, ол біреуі Т лимфоциттер, екіншісі Б лимфоциттер. Енді Т лимфоцит дегеніміз не? Яғни Т лимфоциттер бұл айырша безе, тимуста, кеуденің жоғары жағында орналасатын, солардың жұмыс істеуіне дайын жетілген болып келеді. Ал Б лимфоциттер дегеніміз ол сүйектің кемігінде жетіледі. Олар көбеюге қабілетті болады, және олар тек қана бір жауын нақты бар ауру қоздырғышын тани алатын арнайы жасушалардың келесі ұрпақтарына береді. Яғни айырмашылығы осында. Және де осы Б лимфоциттер лимфотүйіндерінде және көк бауырда жүзеге асады. Осындай ерекшеліктері бар. Енді бізде келесі осы тақырыпта сіздерге берілген, ол жаңағы ЖИЦ, немесе АВЖ-ның жұғу жолдары туралы сіздерге ақпарат бере кетейін. Яғни ЖИЦ белгілеріне тоқталатын болсақ, бұлар аурудың бастапқы сатысында қалтырау байқалады, адамда лимфотүйіндері ұлғаяды, адамның терісінде ұсақ бөртпелер пайда болады, олар жараға айналады, және де адамның дене температурасы көтеріледі, іш өтеді, арықтайды, қан аздық байқалады, шаршайды, буындары және басы ауырады және өкпесі қабынады. Яғни бұл осы ЖИЦ-тің ең басты белгілері болып табылады.
және де адам ағзасы осы иммунитетті жоғалтқан кезде, мысалы житспен ауырған кезде кез келген жұқпадан қайтыс болуы мүмкін. Яғни житс ол жұқтырып алған иммундық тапшылық синдромы болып табылады. Житстің қоздырушысы болып бізде АВЖ болып табылады. АВЖ дегеніміз ол адамның, яғни вирустық жұқпасы. Ол өте өзгергіш, тұмау вирусынан 100 еседей өзгергіш болып келеді. Вирустың бір түріне әсер еткен дәрі басқа түрінен әсер көрсете алмайды. Житстен жазылып кеткен жағдайда әзірше тіркелген жоқ. Енді осы АВЖ-ның, яғни адамның вирустық жұқпасының жолдарын айта кетейік. Яғни житс бұл негізінен жыныстық қарым-қатынас арқылы жұғады. Оны сіздер білесіздер, иә. АВЖ-ның қан құю кезінде немесе еккен кезде, яғни укол салған кезде қан арқылы жұғуы мүмкін. Нашақорлар көбінесе, яғни бір шприцті пайдаланады ғой олар. Сол кезде осы вирусты бір-біріне жұқтырады. Кейбір жағдайда АВЖ жұқтырған әйелден болашақ баласына да берілуі мүмкін. Одан кейін сіздерге осы жаңағы АВЖ-ның ауа тамшы арқылы жөтелу және түшкірген кезде, қол алысып амандасқан кезде, моншада жәндіктер шаққан кезде жұқпайтынын айта кеткім келеді. Яғни житс пайда болған кезден бері оны тиімді емдеу әдістері табылған жоқ. Сондықтан алдын алу шаралары өте маңызды болып табылады. Яғни адам ең бастысы біздің ағзамызға осы вирустың еніп кетпеуіне жол бермеу керек. Яғни житстің алдын алу ол жалпы мемлекеттік және жеке шекаралар болып бөлінеді. Енді осы екеуін салыстырайық. Яғни жалпы мемлекеттік дегеніміз не? Яғни ол донордан қан алғанда қан құю кезінде мұқият тексеру қажет, есірткі сату және жезөкшелікпен күресті күшейту керек, емдеу орталықтарында санитарлық режим ережелерін қатаң сақтау керек, жүйелі түрде медициналық бақылау жасау керек, халық арасындағы санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізу керек. Ал жеке шара дегеніміз ол адам жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау керек, саламатты өмір салтын сақтау керек, АВЖ-ға мерзімді түрде қан тапсырып тексеріліп отыру қажет. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.